Қайырлы күн достар, осындай восточный пирогтың ең сәтті, ең оңай жасалу рецептімен бөліскім келіп отыр. Описание бөлігіне барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны менімен бірге соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдын ала керек мөлшерде ұнымызды өлшеп дайындап алып, ыдысымызға електен өткізіп аламыз. Онан кейін қамыр қопсытқыш саламыз. Үй температурасына еріп тұрған сары майымызды саламыз. Бір жұмыртқа және қант қосамыз. Жақсылап қамырымызды басын біріктіріп, жақсылап илеп аламыз. Песочный қамыр болып шығады, өте дәмді, керемет болады. Жұмсақ қылып илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді бірден осы қамырды формаға орналастырсаңыздар болады. Мен қолымменен жақсылап басып, бортиктерін шығарып, текстеп орналастырып шықтым. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Қамырымызды холодильникке қоя тұрамыз. Үйде қандай жеміс-жидектер бар, қалауларыңызша әртүрлі кептірілген осындай жеміс-жидектерді салсаңыздар болады. Яғни сухофрукты. Майдалап турап шығамын бәрін. Менде осындай грецкий орех, қара слива және өрік, мүйіз кептірілген шие болды. Барлығын осылай майдалап турап аламын. Енді осы туралған сухофрукты кептірілген жемістерді алып, қамырымыздың бетіне осылай салып шығамыз. Енді бетіне сгущенканы құямыз осылай. Құйғаннан кейін қасықпен тегістеп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешке 25-30 минутта пирогымызды пісіріп аламыз. Осылай беті қызарып пісу қажет. Неге пирогымыз дайын болды, енді суытып қойып қоямыз. Өте керемет пирог суыды дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.